Сәлем қымбат көрермен, сіз білетін және сіз күткен арна сіздің назарыңызға қайта оралды. Біз ең жақсысын ұсынамыз. Бейне астындағы лайк түймесін басып, жұмысымызды жауапсыз қалдырмаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Желіде жедел хабар. Астанада аз қамтылған балаларға мектеп тауарлары тегін беріледі. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеороликті соңына дейін қараңыз. Астана қаласы Байқоңыр ауданының әкімдігі Астана жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы басталды. Акция шеңберінде Байқоңыр ауданы әкімдігінің аппараты Жаннұр аймақтау сауда орындары мен тұлпар жиһаз орталығының маңында мектепке жол акциясына арналған жәшіктер орнатылды. Байқоңыр ауданының әкімі Ерлан Жаулыбаевтың айтуынша, акцияның мақсаты аз қамтылған және көпбалалы отбасынан шыққан балалар, жетім балалар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған, инклюзивті білім алатын балаларға кеңсе тауарлар мен көмек көрсету. Арнайы жәшіктерге қаламыздың әрбір көмек білдіргісі келген азаматтардың мектепке керек құрал-жабдықтармен толтырып, кішкентай бүлдіршіндерімізге көмек көрсете алады. Акция аясында былтыр Байқоңыр ауданы бойынша 1000-ға жуық бүлдіршін кеңсе тауарлармен толтырылған мектеп сөмкелерімен қамтылды. Биыл да игі науқан аясында мүмкіндігінше көп бүлдіршіндерді қамтуға ниеттенеміз деп хабарлады Байқоңыр ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі. Басқа да жаңалықтарды білу үшін арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлемет болыңыздар.